достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге мен Аяла Микс. Бүгінгі менің арнамда достар, шашқандағы лайфхактар. Мен сіздерге арнап 6 лайфхак дайындап қойдым. Ендеше біз видеомызды бастайық. Шаштарыңыздан тамаша иіс аңқысын десеңіздер, онда осындай өздеріңіздің жақсы көретін иісі тамаша әтірлеріңізбен тарақтарыңызды алып, бар болғаны әтірді тараққа сепсеңіздер болғаны. Тіпті керемет иіс шығып тұр. Және осымен шаштарыңызды тарасаңыздар, сіздердің шаштарыңыздан тамаша хош иіс шығатын болады. Екінші ол бізде бутылка. Яғни осындай әтірден қалған немесе басқа да бальзамдардан қалған осындай бір ыдыстар болады ғой. Осындай ыдыстарды лақтырып керек емес. Оған таза бар болғаны сол ыдыстың ішін жақсылап шайып, және оған осындай таза су құясыздар. Және шаштарыңызға осы суды себу арқылы шаштарыңызды тарасаңыздар, ол тамаша сіздердің шаштарыңыз таза әрі тез таралуына көмектеседі. Шаштарыңыз су болып ылғалданып тұрған кезде шашты ешқашанда тарамаңыздар. Себебі ол шаштың түсуіне алып келеді. Сол себептен де шашты ол кезде тарауға сәбәп бермейді. Шаштарыңызды кепкен кезде жақсылап кептіріп, фенмен немесе өздеріңіз былай кептіріп барып тараңыздар. Төртінші, сусабынды әрдайым дұрыс таңдаңыздар. Өздеріңіздің шаштарыңызға жағатын немесе өздеріңізге ұнайтын шампундарды таңдағандарыңыз дұрыс. Мен өзім осындай шампунмен жуынамын, ал сіздерге қандай шампундар ұнайды? Маған Сиоз деген сияқты, немесе тағы да басқа да көптеген шампундардың түрлері бар. Корейский шампундарды өте қатты жақсы көремін, себебі олардың сапасы да тамаша. Шашқаналған маскалар немесе көптеген маскалар, бальзамдар қолданыңыздар. Себебі бұл сіздерге тамаша көмегін тигізеді. Шаштарыңыздың түспеуіне және жылтырауына тамаша әсер беруіне көмек. Ең соңғысы ол шашты ұстамау. Шашты көбінесе ұстай беретін болсаңыздар, ол сіздердің шаштарыңыздың майысуына және майлануына, тағы да шаштарыңыздың тез кірлеуіне және оның түсуіне алып келеді. Сол себептен қолдарыңызбен шашықтарыңызды ұстамаңыздар. Оларды жинақтап өріп, немесе түйіп, буып, жинақтап қойыңыздар және шашқа тиіспеңіздер. Достар, менің сіздерге бүгінгі дайындаған лайфхактарым аяқталды. Видео соңына жетті. Келесі видеода кездескенше, егер осы видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, және де тіркеле кетіңіздер. Алда тағы да қызықты видеолар салуға тырысамын.